Жуырда Әбілхан Қастеев атындағы мұражайда мәңгілік тақырып атты көрерменге жол тартты. Әріптестеріміз дайындаған бейнесюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Кез келген суретші шығармашылығын натюрмортты салудан бастайды. Бейнелі өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар Қадырбек Қамет натюрморт тақырыбындағы көрмеге өз жұмыстарын қойды. 30 жылдан аса қылғаламды серік еткен суретші натюрмортты салу ерекше қиял мен үйлесімділікті талап етеді дейді. Натюрмортта күнде мына суретшінің өзінің формасында тұруына өте жақсы нәрсе екен деп, мен сондай ойға тұжырымға келдім. Сондықтан бұл жерде қойған бір мен 7-8 жұмысым, одан қалғандары шеберханада. Натюрморт деген сөздің өзіне өлі дүние ғой, мысалға. Мына банка болсын, алма болсын, мына драпировка болсын, мынандай нелер болсын, чайник болсын. Соларды ұйымдастырып, көзге көркем көрінетіндей қылып, оны бірінші қою керек. Ол екіншісі оны жаза білу керек. Әр суретшінің өзінің алдына қойған мақсаты бар. Мәңгілік тақырып деп аталатын көрмені Қазақ ұлттық өнер академиясының академиялық сурет және станокты графика кафедрасының оқытушылары ұйымдастырды. Мұнда келушілер натюрморт және пейзаж секілді мәңгілік тақырыптағы суреттерді тамашалай алады. Басты мақсат жас суретшілерге білікті қылғалам иелерінің жұмыстарын көрсетіп, солардан үлгі алуына мүмкіндік туғызу. Натюрморт үлкен етюдтерден құралған нәрсе, сурет үшін тоқталмайтын, әрдайымғы қолын жаттық үстінде тұратын нәрсе де. Сол үшін біз жалпы қарап мәңгілік тақырып деп тоқтамайтын, кез келген уақытта суретшінің ешқашан тоқтамайтын солай деп атап қойдық. Ағымсалы Дүзелханов, Қадырбек Қаметов, Шүкірбек Қанат, осында қатысып жатқандар, Досжанов Болат, осы Жұмағұлов, Мәлік, Күшікбаев, Жайық, тағы да басқалары осында қатысып жатқан. Осылардың үлкен қазақ бейнелеу өнердегі өзінің әрқайсысының сүбелі үлесі бар. Сол ағаларымызға мына біздің студент жастарымыз тартылып өсу керек. Мәңгілік тақырып деген себебі мұндағы өйткені натюрморт тақырыбы. Содан пленерлік тақырып. Осы бұл бейнелеу өнердегі үлкен сала. Бұл туындылардан табиғаттың көркем де сұлу көріністерін, тылсым құпия сырларын, сұлулығын байқауға болады. Сонымен қатар, натюрморт тақырыбындағы суреттерден бояулар үйлесімі ерекше, сәулелі жұмыстарды көрермендер қызыға тамашалады. Көрмеде Қанат Шүкірбековтің чемпион натюрморты мен Қадырбек Қаметтің асқабақ натюрморты жоғары бағаға ие болды.